Достар, видео басталмас бұрын мен сендерге Ая Кинттің каналын ұсынғым келіп отыр. Ол жерде өте күшті жаңа видеолар ылғи шығып тұрады, және мен де осы каналға жазылғанмын. Описаниедағы ссылкаға кіріп, осы керемет каналға жазылып кетсеңіздер болады. 1000 подписчикке дейін жеткізіп тастайық. Ал онда біз бастаймыз. Бұл былай болды. Мамыр болатын. Жаз болған соң мен, Коля, Олег, Аня төртеуміз көлге бардық. Біз дем алдық, ойындар ойнадық, шашлық пысырдық. Ол күні қала күні болатын, сондықтан бәрі қалада еді. Пляж бос болды. Бұл дем алу үшін өте күшті еді. Өзіңді еркін сезінесің, ыңғайлы болды. Балалар волейбол ойнап жатқан кезде Аня менен жүзе аласың ба деп сұрады. Мен жүзе алмайтынмын. Мен ылғи судан қорқатынмын. Кішкентайымнан су десе болды, мысық сияқты безе жөнелетінмін. Біздің әңгімемізді Коля естіп қойды. Бәс, мен сені үйретем, деді ол. Ой, жоқ, керек емес, деп жауап бердім мен. Себебі мен судан қатты қорқатынмын. Сосын Олег бізге таныс әнін гитарамен ойнай бастады. Аня мен Коля жанында билей бастады. Сол кезде мен шашлықты тәрелкеге салып жатқан едім. Шашлықтың иісі барлығына жетіп, барлығы ауыз тиіп жатты. Өте дәмді пысыпты, деді олар. Сосын тамақ ішіп алған соң, біз шомылуға бардық. Мен ол кезде Коляның бәсін ұмытып та кеткен едім. Сосын Аня мен Олег алысқа жүзіп кетті. Ал Коля ешкім жанымызда жоқ екенін көріп, мен сені жүзіп үйретейін бе деп тағы бір рет сұрады. Мен ол ақырын түсінікті етіп үйретеді деген оймен келістім. Сосын ол мені қолына көтеріп алды да судың ортасына жүзе бастады. Мен шошып кеттім. Ол әкем мені осылай үйреткен еді, судың тереңіне тастай салған. Өмір сүргің келсе жүзіп кетесің деген еді. Сен де үйренесің деп мені суға тастай салды. Мен көмектесіңдер деп айғайлап бастадым. Аня мен Олег тым алыста еді. Ал Коля мен жүзіп кетеді деген үмітпен түк істемей тұра берді. Бір кезде мен тыныс ала алмай су астына батып бара жатқанымды сездім. Болды, өмірмен қоштастым деп ойладым мен. Бірде мен жағада үшеуінің қорқып тұрған түрлерін көріп ояндым. Коля тез ақтала бастады. Мен сен жүзіп кетеді екен деп ойладым, не боларын білмедім дей бастады. Бірақ та мені бір жайт қуантты. Мен өзімнің тыныс алып тұрғаныма қатты қуанып тұрған едім. Сонда да мен Колямен сөйлеспедім, оған ренжіп қалған болатынмын. Бірақ сол күннен бастап өз өмірімді бағалай бастадым. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге назарларыңызға көп рахмет.